Құрметті YouTube көрермендер, бүгін біз екіліктер жайлы айтатын боламыз. Менің есімім Дана, Сүтсай шебері. Бүгін 2-сі, 11-і, 20-сы және 29-ы күні туғандар туралы айтамыз. Яғни именно осы күні туған адамдардың бойына қандай қасиеттер берілді екеніне солар туралы айтатын боламыз. Ал екіліктер, отырыңыздар, видеоны толығымен соңына дейін көріңіздер. Каналға подписаться етіп қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі видеоларды да жіберіңіздер. Екіліктер дегеніміз қандай адамдар? Екіліктер олардың ғаламшары Ай және де дипломаттар тобына жатады. Туа біткен психологтар, эзотериктер және де дипломаттар, яғни мәмілегерлер, адамдармен жақсы қарым-қатынас құра алатын адамдар. Адамдарды түсінуге эго векторы бағытталған, әрдайым әр адамды түсінгісі келіп тұрады. Жаман көрінгісі келмейді, әрдайым жақсы көрінгісі келеді. Әр адамды түсінгісі келіп, және де өзінде басқа адамдар түсінсе екен деп тұрады. Жаны жалпы қарым-қатынас арқылы жүзеге асады. Екіліктер екі аяғымен нық тұрғанның өзінде теңселіп тұрады. Себебі әрдайым бойында күмән бар. Олардың санасы әрдайым күмәнға бағытталған. Сол себепті екіліктерге шешім қабылдау өте қиын. Сондықтан да екіліктер мен бірліктер бірге жүрсе өте жақсы болады деп айтамыз. Себебі бірліктер шешім қабылдаушылар, яғни бірліктер әрдайым шешім қабылдай алатын, жауапкершілікті өздеріне мойнына ала алатын адамдар. Екіліктер енді оған қиналады. Сол себептен екіліктерге осы бірліктер сияқты шешім қабылдап үйрену қажет болады. Екіліктерге жалпы 3-ақ күн ойлану керек. 3-ақ күн ойланып шешім қабылдап үйрену керек. 3 күнге дейін шешім қабылдайтын болса, шешімдер дұрыс болмай шығуы мүмкін. Ал 3 күннен ұзақ ойланатын болса, шешім қабылдау үшін депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Сол себептен екіліктер шешім қабылдап үйренуде. Екіліктер реалист адамдар, яғни шынайы қарайды. Кез келген ситуацияға шынайы көзбен қарай алады және шынайы нәрсені бетке айта алатын адамдар. Олар ең жақсы орындаушылар, ең жақсы секретарлар және де ең жақсы тыңдаушылар болып табылады. Компанияда екі болмаса, компанияның жүзеге асуы екі талай. Сондықтан да әр компанияда екілік болған дұрыс. Екіліктер жақсы орындаушы болғандықтан барлығын тиянақты және де перфекционно орындауға тырысатын адамдар. Екіліктер ең өміршең адамдар, яғни живучий адамдар, кез келген жағдайға бейімделе кете алатын адамдар. Екіліктер жағдайды ішінен түсінеді, яғни екіліктер сезімтал және де нәзік жанды адамдар. Мысалға, біреудің ауырып тұрғанын, немесе белгілі бір ситуация болып жатыр, қолайсыз жағдай болып жатыр, соның барлығын бірден түсініп қоятын адамдар. Екіліктер енді өте көп сұрақ қоятын адамдар, өте көп сұрақ қоятындықтан көп адамдар екіліктерді ұнатпай жатады. Өйткені бұл екіліктердің көп сұрақ қоятын себебі түсінгісі келеді. Қазбалайды, яғни қазбалаушылар болып табылады. Әр ситуацияны, әр жағдайды анық қанығына дейін жету үшін түсінуге тырысатын адамдар. Оларды суға теңейміз. Су ыдыстың пішінін қабылдайды. Және де бұл екіліктерге сұйық күйінде дәрі қабылдаған дұрыс. Таблетка емес, сұйық күйінде. Және екілік әйелдерде нағыз әйелдің болмысы бар. Яғни нағыз әйелдің энергетикасы бар екіліктерде. Ал екілік еркектер болса, олар енді плейбойлар, яғни әйел құмарлар, және де әйелдер де оларды ұнатады. Себебі бұл екіліктер әйелдерге не қажет екенін бірден ұғатын адамдар. Санасында адамдарды түсінемін және түсінбеймін деп бөледі. Немесе мені түсінеді, мені түсінбейді деп бөледі адамдарды. Яғни екіліктер түсінік энергиясының иесі болып табылады. Минусы екі жақтылық, двойственность, манипуляция бар және де депрессия. Адамдарды түсінуге деген ниеті болмайды. Яғни адамдарды минус жағдайында бұл кісілер уже түсінуден шаршайды. Сол себептен уже жалығады түсінуден және де депрессияға тез кіріп кетеді адамдар. Егер де сіз осы 2-сі, 11-і, 29-ы, 20-сы күні туған болсаңыздар, және де сіздердің де бойларыңызда осындай қасиеттер болатын болса, немесе сіздің туыстарыңыздың бойында осындай қасиеттер болатын болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Маған өте қызықты, және де мен сіздерге жауап беремін. Жазыңыздар. Және келесі видео бізде үштіктер туралы болады. Үштіктер туралы видеоны жіберіп алмас үшін сіздер подписаться кнопкасын басып
және де қоңырауды басып қойсаңыздар, әр видеоны ең алғашқы болып көре аласыздар. Онда келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.